Қарттың сөзі Беркеге ұнамаған, сөйтсе де ол аққу неден өледі деп сұраған. Қарт ойлана жауап берген: адамның, құс пен аңның зорлығынан, не қайғыдан. Қайдағы қайғы? Әлде сен білмейтін бе едің? деген қарт. Аққу құс жалғыз өмір сүре алмайды, көлде де жалғыз жүре алмайды. Аққудың осындай асылдығы жайында халықта мынадай өлеңі бар. Шал қырылдаған даусымен сол өлеңді айтып берген. Аққу құс ұзақ жасар көлде жүрсе, қызығын жұбайымен бірге көрсе, бейшара тез қартайар шерменде боп, өзінен серігі егер бұрын өлсе. Бір ғажабы осы қос аққу Беркемен 45 жылдай таныс боп, жас күндерінде оның қолынан талай жем жесе де, үнемі бұны көргенде үркіп, қасына жақын келмеуге тырысатын. Берке болғанын түсінбесе де, көл басына барып аққулардың тірі екенін бір көріп қайтса, көңілі көншіп, рахаттанып қалатын. Аққулардың тірі екен, мен де тірі боламын, дейтін ол баяғы атасы Шыңғыс хан бұлар сенің киен деген сөзін есінен шығармай. Берке қос аққуын шынында да жанындай жақсы көретін. Әрине, Берке сынды адам баласын аяуды білмейтін тас жүрек, қатыгез кісінің даланың асыранды құсын осыншама қастерлей жақсы көруіне не себеп? Мүмкін сымбатты, сұлу қыздардың сыңсып салған әндері, оның ұмытылып кеткен табиғи тәтті бір сезімдерін қозғайтын шығар. Мүмкін өмір бақи қан төгіс, алыс-жұлыста өткен Беркеге айдын көлде қаннен қаперсіз жүзіп жүрген қос аққу оның мәңгі есінен шығып кеткен сонау бір балалық шақтағы бейкүнә бейқам күндерін елестететін де болар. Әлде атасы берген осы бір аппақ қос аққу сонау балалық бал дәурен кезін қайғы қасіретсіз тамаша күндерін ұмыттырмас бақыттың куәсі деп ұғынатын шығар. Әйтеуір осы қос аққуын көрсе, сол сәтте Берке өмірдің бар талас-тартысын, қиыншылығын бір сәт ұмытып, кәдімгідей бір көңілденіп қайтатын. Бүгін де осындай қуанышты күткен Берке көлге таяп келе жатты. Өзі алда, екі нөкері арт жағында. Кенет алтын орда ханы тоқтай қалды. Бір бұлт тарыстан шыға келіп, дәл қасынан жорға мінген бір жас қыз өте берді. Қартая бастаған Берке бұрынғы кездегісіндей қыз-келіншекке көз салынып қойғалы қашан. Дегенмен мұндай қыз өз ортасында бұрынды-соңды көзіне түспеген. Қыз болғанда қандай? Басында кәмшат бөрік, үстінде қызыл барқат, оқалы қамзол, қатпар етекті көйлек, тобылғы сапты қамшысын сипай сермеп, ақ бақай жорғасын төгілдіріп кетіп барады. Ханды көрмеді ме, көрсе де танымады ма, қыз әлденеге күлімсірей өзімен өзі болып өте шықты. Хан Сегун аппақ қардай беті мен тостағандай дөңгелек жәудіреген бота көзін ғана шалып қалды. Бұл кімнің қызы? Деді хан жаңағы жорғалы қызын өзіне тіпті бұрылып қарамай кеткенінен шамданып кіжіңдей. Былтыр өзіңіздің қарамағыңызға көшкен сартақтан кісілердің ішінде келген аспаз әйелдің жалғыз қызы, деді нөкердің ұзын сарысы. Аты Құндыз, аспазшының қызы. Хан аспазшы әйелге мұндай қызды қимағандай тапсанды. Оған жорға мен кәмшат бөрікті кім берген? Жақында ноғай жіберіпті. Шешесі ұлыс ағасының бір әйелінің жамағайынан көрінеді. Хан ордасында қызмет істейтін менің сіңілерім ешкімнен кем болмауы керек, депті ноғайдың әйелі. Хан ұрпақтарымен бақталастыра бастаған екен ғой ноғайдың қатыны, деді ішінен Берке. Және жамағайының қызына мынандай жорға мен кәмшат бүрікті беруіне қарағанда ол қатынды көкейін деген екен ғой. Аспазшы әйел бой жетіп қалған қызын осы уақытқа дейін байға бермей қалай шолжаңдатып қойған, деді хан әлі шамданған бас алмай. Әлде айттырған жерін күтіп жүр ме? Иә, солай хан ием. Айттырған кім? Александрдың немере інісі Гавриил. Хан түксие қалды. Сен бірдемені шатастырып тұрған жоқсың ба? Жоқ, хан ием, деді ұзын сары. Ол кезде мен Сартақтың төлеңгіті едім. Есіңізде бар ма? Сартақ хан болған жылы сарайға Гавриилдің келгені. Иә, бар. Бұл қызды сонда мен өз қолмен ханның бұйрығы бойынша апарып Гавриилдің қойнына салғам. Онда бұл 13 жаста еді. Қыз оңғаға ұнаған болуы керек. Ертеңінде Гавриил бұны өзіне беруін ханнан сұрапты. Ал оқиға шынында басқаша болғанды. Қызын өздерін ажалдан құтқарған жақсылығына жақсылық қайтаруды Гавриил де дұрыс көрген. Ол Құндызды өскеннен кейін Новгородқа қонаққа жіберуін Алтын Орда ханынан өтінген. Сартақ көнген.
бірақ хан көп кешікпей дүние салды да құндыз бен гаврилдің оңаша үйде болғанын, артынан оны қонаққа өзі келіп алып кетуге уәделескенін білетін жұрт бұл қыз орұсут елшілігіне берілген екен деп түйген. Гавриил мен құндыздың арасындағы оқиғадан бейхабар сартақ қыз князьға ұнаған екен деп соңынан құндызды сұрап келген адамдарға айттырып қойған кісісі бар деп бермей қойған. Орұсут князі құндызды бүгін болмаса ертең алып кетеді деп жұртта күтіп жүрген. Ноғайдың бұған мінетін ат пен келісті киім жіберуінің де бір себебі осында еді. Ноғай тәрізді ел билеп жұрт басқаруды көксеген кісінің құндызды балдызым еді деп оған жорға мен қымбат киім жіберуін оның атақты князь Невскиймен қарым-қатынасын байланыстыратын жол болды ғой деп топшылағандар да табылды. Әрине Берке оның Александр Невскийден ат-тонынан аулақ салар ойда еместі. Оған Қыпшақтың бір қызынан гөрі ұлы князьбен сыбақтасып келе жатқан байланысын үзіп алмай ширата түсуден артық олжа жоқ. Сол екен ғой жол жандап жүргені бұл қыздың, деді хан тағы. Жаңа ғана көз алдынан ғайып болған құндыздың жарқыраған келбетін елестетіп, бірақ мына қызыл түлкідей бұлаңдаған түріне қарағанда бір жүйрік тазыға іліктірмей кетуі екіталай. Ол кенет Ұзынсарыға бұрылды. Байқаңдар, қызыққан қарға құзының біреуі шоқып кетпесін, деді. Көздерін қарашығындай сақтаңдар, князьден ұят болып жүрмесін. Егер кешігіп қалмасақ, Ұзынсары үндемей қалды. Иә, айт. Ана сіздің мешітіңізді салып жатқан Қоломон шеберіңізге ол жұмысына барған кезде күніне таңертең бір көрініп кетеді дейді жұрт бұл қызды. Неге? Білмеймін. Қазір де соған бара жатқан секілді. Берке бұдан артық ештеңе сұраған жоқ. Нөкерден ондай істің егжей-тегжейін тәптіштеп не қылсын, ханның онсыз да сұрар бәрін біліп берер адамдары жеткілікті ғой. Тек Берке ханның жанынан жаңа ғана өткен қызын ат үстінде кетіп бара жатып өзімен өзі болып бақытты адамдай әлденеге күлімдеген түрін көз алдынан тағы бір елестетті де қойды. Берке көлінің жағасына жетті. Шағын ғана мөп-мөлдір қарасудың болмашы толқындарын сабалап сыланып таранып дәл ортасында қос аққу жүр екен. Кенет олар бірін-бірі қуалап қанаттарымен суды ұрып, көлдің бетіне бауырларын тигізер-тигізбес етіп қаңқылдай әлденеден үріккендей арғы бетке қарай ұша жөнелді. Бірақ олар әп сәтте тоқтап, қарасудың арғы қабағындағы сыңсып өсіп тұрған әупілдектердің бірең-саран шошайып шыққан гүл шашақтарын жұлып жеп, ерсілі-қарсылы сылаңдай жүзе бастады. Бір-біріне сыр айтқандай анда-санда сыңсып әндетіп қояды. Берке үн-түнсіз көл жағасында тұр. Екі көзі қос аққуда күлім қағады. Сұрғылт сары жүзінде кенет бір шаттық сәулесі ұялаған. Ол қазір бар әлемді де, алтын тақты да, салынып жатқан мешітті де, жаңаға көліне дүрбелең салған құндызды да ұмытқан. Оның ой қиялында осы сәтте тек көлдің арғы қабағындағы қос аққу ғана қалған. Құлағында олардың сыңсып салған әндері, көзінде қос аққудың аппақ сұлу суреттері. Беркенің қазіргі тұрған тұсында да арғы бетке қараған жүзінде де тек осы екі аққу құсқа деген махаббат, соларға ғашық болған, соларды жақсы көрген бір орасан сезімнің қуанышы ойнайды. Ол осылай өзін ұмытып біраз тұрды да күннің шығып келе жатқанын көріп кілт бұрылды. Қазір бұл қанды қол Берке емес, дүниенің ең сұлу көрінісін көрген, табиғаттың бар көркемдігін сезінген, қуаныштың бір рахатына малынған жер жүзіндегі ең бақытты адам. Бірақ Беркенің бұл күйі ұзаққа бармады. Ол қайтадан түксие қалды. Қайтадан көз алдына әлгі жорға мінген өзімен өзі болған қуанышты қыз елестеп кетті. Оның қабағы қарс жабылды. Аяғын жылдамдата басып келеді. Көп кешікпей салынып жатқан мешіттің жанына келді. Мешіт қабырғасы ортан белінен асып кеткен екен. Берке бұл жолы мешіттің басқа жағынан шықты. Бұл тұста да қаш-қалап балшық айдап, тас қашап қыбырлаған кісенді кісенсіз қолдар. Берке қабырғадан көзін алмай қатты да қалды. Мың сан бояу, бірімен-бірі жымындасып күліп жатқандай адам көзін ала алмас қуаныш. Шым-шытырық араб әріптері де, сан қилы ою-өрнектер де бірін-бірі шекелеп, бірін-бірі толықтырып, адамды бір ұшы-қиыры жоқ жарық дүниеге жетектей жөнелген. Қабырға көтерілген сайын оның әшекейі сары бояуы гүлдене түскендей көрінді Беркеге. Ләйім,
шебер тек бітіре көрсін, деді хан ішінен. Жаңағы көл басында қос аққуды көргенде қабырғадан көзін алмай тұрған Берке енді тіпті өзін ұмытып кеткендей. Берке хан, қабырға өрнектері ұнай ма сізге? Деді дәл қасынан бір салматты қоңырқай дауыс. Қоломон екен. Сақал шашы қауғадай боп әбден өсіп кеткен, түрі де жүдеу. Тек үлкен қоңырқай көздерінде бақыттың бір орасан жарық сәулесі ойнайды. Берке ұйқыдан оянған адамдай есін енді ғана жинап алды. Ұнайды, деді ол өн бойын лаулап алып кеткен сезімін жасыра алмай. Ұнаса өте жақсы, шамамыз келгенше тырысып жатырмыз ғой, деді Қоломон. Беркеге оның даусынан бір кекесін естілгендей болды. Берке есін әбден жинап алды. Қашан бітіресің? Деді ол Қоломонға қайта бұрылып. Күзге, деді Қоломон жайбарақат. Жақсы, деді Берке. Сөйтті де жүре берді. Бірақ бір-екі адым аттады да тағы бір қарайыншы дегендей бұрылып қабырғаға қарап қатты да қалды. Қоломон сұп-сұр боп кетті. Берке кейін бір-екі аттады да тағы қалқа ұмтылып қайтадан әлгі орнына келді. Осы мен дұрыс көрмей тұрмын ба дегендей екі қолымен көзін сүртті. Қайтадан қарады. Жоқ, Берке қателеспеген екен. Қабырғадан бағанағы жорға мінген құндыз қызды көрді. Дәл бағанасында жүзінде бақыт, көзінде қуаныш, астындағы жорғасы да, сол үстіндегі киімдер де, сондағы Берке сол тұрған жерінен тағы кейін шегінді. Біресе алға қарай жүрді. Қалай әлгі орнынан қозғалса, жорғалы құндыз жоқ болып кетеді деп қайтадан мың сан бояулы күнде өзі көріп жүрген керемет өрнекті қабырға пайда бола қалды. Ал әлгі орнына барса, өзіне күлімсірей қарап құндыз тұрады. Бұндай кереметті бұрын өзі де естіген. Иранда бір ғажайып мешіт бар деген. Сол жаққа барып қайтқан бейзалар өзі 7 күмбезді. Егер ортадағы күмбездің дәл астында тұрып дыбыс шығарсаң, әлгі 7 күмбез бірінен соң бірі сенің айтқан сөзіңді күңірене қайталайды. Ал сол тұрған жерінен бір адым кейін не алға кетіп сөйлесең, еш дыбыс шықпайды. Бұл да сондай бір жерден, бір нүктеден қарасаң көрінетін бір керемет шығар. Мені көрмейді деп ойлаған болар, расында да қайдан көресің? Мына жерге әлде қалай тұрып қалғаным Алла тағаланың өзінің жазмышы болар. Әйтпесе, Қоломон сол сұп-сұр болып кеткен қалпында қозғалмай әлі тұр. Берке оған ештеңе деген жоқ. Кенет кілт бұрылды да артына қарамастан салынып бітуге айналған хан сарайына жүре берді. Қоломон құндызды мамыр айын аяқ шенінде көрген. Тамылжыған күншуақ кезең еді. Дешті қыпшақ жерінің көгал шөбі тізеге келетіндей боп өсіп қалған. Жұпар аңқыған иісі кеуденді жарады. Түнгі мезгіл еді. Ай жаңа туған зауза. Жұлдызына қонаққа барғалы тұрғандай аппақ күмістей сүмбіле жымың-жымың етеді. Еділдің жағасындағы тоғайдан қайдағы бір бейтаныс құстың әлденеден шошынғандай шарылдаған даусы шығады. Екі төлеңгіт Қоломонды айдап келе жатты. Бүгін салынып жатқан мешіт жанында есірей шебері күн батқанша болып кешірек қайтқан еді. Қоломон әбден қалжыраған, әзер жүріп келеді. Қазір ол мамыр айының салқын самал хош иісті түніне еш көңіл аударар емес. Еш нәрсеге зауқы шашпай, қалың ойға беріліп кеткен. Көңіл шіркін бір мезет серпілер емес. Тұрғызып жатқан мешітінде кейбір өрнектері ойлағанындай орындалмай дүние қараң қылғандай жүдеп келе жатқан. Құр шылдыр-шылдыр қу шынжырдың үрейлі дыбысы естіледі. Кенет өздері келе жатқан тар көшенің қарсы тұрғысынан екі әйел көрінді. Біреуі қыз екені анадайдан-ақ байқалады. Қолы мен аяғын матаған ауыр шынжырдың үрейлі үніне қымыз қоңыраудай шылдырлаған қыз шолпысынан қуанышты үні қосылды. Бұлар хан сарайына ертеңгі асты дайындап үйлеріне қайтап бара жатқан құндыз бен ет жеңді ақсары келген бір кездегі сұлулығын әлі де жоғалта қоймаған аспазшы шешесі еді. Айлы түнде қоңырқай пішінді Қоломон үн-түнсіз төмен қарап келе жатқан. Кенет дәл жанынан жаңағы алыстан естілген күміс шолпы сылдырындай бір әдемі дауыс. Амансыз ба, ағалар деген. Әлгі екі әйел қастарынан келіп қалған екен. Қоломон басын көтеріп алды. Өздеріңде амансыңдар ма? Деді. Оның қайғылы көзі енді қызға түсті. Жаңағы ай тұтылғандай қап-қара боп түнеріп тұрған дүние кенет ай шығып жаңа ғана жарық түскендей көрінді. Қоломонға көзіндегі қайғы тұманы әп-сәтте тарап кетті. Тостағандай жаудыр көзін
тұтқын шеберге бір тастап жерге түсіп жатқан қалың қос бұрымы жып-жуан қара жыландай шұбатылып, ай жарығы онсыз да ақшыл түсін қардай аппақ етіп, жап-жас сұлу үкілі тақиясын бұлаңдатып қасынан өте берді. Қолымен құр шалбарлы еді. Оның үнемі тас қашап, қар еттері бұлшық-бұлшық боп кеткен. Күнге күйіп, қара қошқыл тартқан денесі нағыз шебер ойған тас мүсіндердің бейнесіндей аса сымбатты еді. Құломанға қыздың жарқ етіп өзіне қараған көзінен таң қалғандай бір қияпат сезім отты тұтана түсіп сөніп кеткендей көрінді. Қыз шешесіне сыңғырлай күліп бірдемені айтып, күміс шолпысын шылдырлата кетіп қалды. Бірақ өзі кеткенменен оның тостағандай мөлдір көзі өзіне жалт етіп қарағаннан қатар өрмелеген қос жыландай жерге шұбатылып, арқасына теңселе қимылдап бара жатқан қап-қара қос бұрымы, қардай аппақ беті Құломенмен мәңгі бақи бірге қалды. Есірей шеберге енді тұтқын азабынан қадір түнде пайда болған қор қызындай айлы түнде көз алдында бір көрініп жоқ болып кеткен әлгі қызға деген ұлы сезім махаббат атты ауру қосылды. Енді шыбындай жанын қоярға жер тапқызбады. Міне осы кезде ол өзі ойлап тапқан мешіт қабырғасының әшекейлі өрнектерінен бас тартты. Табиғаттың әлгі қыздай өзі жаратқан керемет көркемдігін көргеннен кейін әнеугіден бері мешіт қабырғасына түсіріп жатқан ою кестелер енді Құломанға жай бір болмашы суреттей болып көрінді. Мешіт қабырғасын әшекейлеуге жаңа шешім іздей бастады. Осы кезде оның жұмысы да мардымсыз болды. Бірақ қиялдың тұсалуы ұзаққа бармады. Бір күні тамыз айының бас кезінде күн шыға жұмысқа келген Құломан әнеугі жоғалып кеткен қызы тағы да көрді. Құломан жоқ түс емес, бұл өңі еді. Астында күміс ер-тоқым жүрген құйысқаны да қақтаған ақ күміс қара көк жылқы, басында кәмшат бөрік, тобылғы сапты қамшысын шытына сүйеп мешіт қабырғасындағы өрнектерді қарап тұр. Ойға шомып кеткен. Жанына келіп қалған Құломандарға тіпті көз аударар емес. Қабырғаға қараған түрі өрнектерді көріп қуанған, рахаттанған пішіні кімді болса да толқытып жіберердей. Құломан мешіт қабырғасын әшекейлеу жөнінде таба алмай жүрген шешім енді тапты. Есенбісің қалқам, деді ол. Өзіңіз де амансыз ба? Деп келе жатты. Құндыз Құломанға көзі түсіп кетіп, әнеу күнгі түнді көрген кісісін танып, кенет екі беті ду етіп қызара қалды. Мына кереметті кім жасап жатыр? Деді қыз. Мен өзіммін, деді Құломан. Қашан бітіресіз? Қашан бітір деп бұйырасыз? Қыз күлді. Онда бүгін, қазір. Ол мүмкін емес, деді Құломан енді ғана есін жиып. Егер тез бітіруін тілесеңіз, сіз күнде осы уақытта осы араға келіп маған бір көрініп кетіңіз. Қыз тағы да күлді. Неге? Оны соңынан түсінесіз. Егер осы мешіттің тезірек бітуін тілесеңіз және маған жаныңыз ашыса, деді Құломан қилап. Құлдардан бөтен жан тұрмаған осы кезде, осы күйіңізде күніне бір көрініп кетіңіз. Құндыз жігітке ойлана қарады. Оның қолы мен аяғын бірдей матаған жуан шынжырға көзі түсті. Жігітті кенет қатты аяп кетті. Жарайды, деді қыз. Сол күннен бастап Құломан кілт өзгерді. Оның көзінде қуаныш сәулесі туып, бетіне қан жүгірді. Жүрекке жарлық бере алмайсың. Құндыз да бұл есірей шеберді ұнатып қалған. Бірақ бұрында сонда жігіт сүйіп көрмеген жас сұлу қорқа берген. Махаббат оған сырын білмес асау жылқы тәрізді көрінген. Қай жарға ұрып кетеді, қай жерде дулап-дулап тастап кетеді. Құндызға бәрі де белгісіз еді. Шебер болса жат елден және өзі есірейі қандай ел бұған қызын береді. Өз еркімен жұртты қоспаса, ең болмаса жалғыз шешесі кезбесе қалай болады, жолын бұза алады. Бұза қалса өзіне де Құломанға да қауіп екенін Құндыз жас болса да түсінеді. Сондықтан Құломан туралы ойлаудан қашты. Бірақ жүрек деген бар ғой. Ол ажалдан да, ата-баба жолынан да күшті. Жас сауды еріксіз Құломанға қарай тарта берді. Құндыз ақылға сап жат шеберден қанша алыстағысы келгенменен оның өнерінен құтыла алмады. Мешіт қабырғасына салынып жатқан өрнек оюларын күнде бір көріп тұрмаса, өзін қоярға жер таппады. Сұлулықты сүю ақылды жеңді. Сонау сан бояулы, сан сырлы өрнектерді көргенде көңілі қуанышқа толды. Енді бармаймын деп өзіне қанша уәде берсе де шыдап отыра алмады. Мешіт қасына тағы бара берді. Енді ол өзін осы көркем суретсіз, сол көркемдікті тудырған ойлы көзді, жүдеу өңді тұлғалы жігітсіз өмір сүре алмайтынын сезінді.
бірақ ол осылайша қанша күйіп жанғанмен алдағы белгісіз қуаныштан қорқу құндызды от бастыртпай әлі де ұстап келген. Бір күні құндыз тағы мешіт қасына келген. Күн шығып үлгерген кез еді. Мешіт қалаушы құлдар мен оларды бақылаушы жонжелерден бөтен ешкім жоқ. Құндыз астындағы атынан түсті. Оны ер қасына қамтарып байлап қойды. Құлыман қызды өзіне бірге шығып келе жатқан күннің жарығы түсіп тұрған мешіттің бер жағына алып келді. Өзі сәл жоғары көтеріліп, құндызға қабырғаға осы мен тұрған жерден қарашы деді. Қыз жоғары көтеріліп, Құлыман тұрған жерге барды. Бұрылып мешіт қабырғасына қарады да кенет бұл қандай керемет деп дауыстап жіберді. Шығып келе жатқан күн сәулесі бояулардың түрін өзгеше ашып, қабырғадан жорғасын мініп тұрған өзін көрді. Жоқ, қабырғада құндыз өзінен де сұлу, өзінен де қуанышты. Астындағы жорғасы кәдімгідей жүріп келе жатқандай. Суретке таң қалған құндыздың басы айналып, көзі қарауытып кеткендей болды. Өзіңді мықты ұста, деді Құлыман. Ешкім ештеңе сезбесін, ол жайбарақат сыртқа қарап сөйлеп тұр. Бұл менің өмір бойғы арманым еді. Сол арманым орындалуына өзің себеп болдың. Енді түсінесің бе? Күнде күн шығарда осы жерге келуіңді менің неге өтінгенімді. Бұл сурет қабырғаға күн осылай түскен кезде ғана, тек осы тұрған жерінен ғана көрінеді. Байқадың ба? Қабырғаға күн бұл кездің өзінде де бір сәт қана түседі, сосын ауып кетеді. Суретті осы азғантай уақытта ғана және өзің тұрған осы жерден ғана көруге болады. Ал өзге жерден, өзге уақытта бұл тұстан күн тайған кезде оны көре алмайсың. Онда суретті ана тамаша бояулар басып алады. Күн сәулесі ғана суреттің көмескі бояуларын ашады. Құндыз әлі де есін жинап болған жоқ. Япырмай, бұған ақылыңыз қалай жетті? Деді. Адамның ақылы бұдан да қиын кереметтерге жеткен. Мен ескенсіз сұлқарнайын кезіндегі атақты Геронның бір кереметін сырын ғана аштым. Құлыман бұларға қарай келе жатқан шеткі бақылаушыны көріп әбігерлене қалды. Жа, бұл суреттің қалай жасалғанын соңынан айтармын. Ол кенет қинала сөйледі. Құндыз, сен бүгін Шолпан туа көл жағасына кел. Бүгін тұратын күзетші маған жаны ашитын адам. Қайтсем де сол уақытта көл жағасында боламын. Жарайды, деді қыз, көзі қуаныштан шарқ етіп. Құндыздың келмеймін деуге шамасы жоқ еді. Ол бұрын да махаббаттан күйіп жанып әзер жүрген. Енді мына кереметті көріп қуаныштан мүлде мас болды. Осындай тамашаны жасаған адамның құшағында өлсем арманым жоқ деді. Шолпан туа бұл екеуі қамысты көл жағасында кездесті. Бір-біріне өлердей боп құмартқан жүректер алтын айдың аясында алғаш рет құшақтасты. Осы түнде мешітті бітіруге таянғанда Құлыман мен Құндыз Қыпшақ даласына қашпақ боп уәделесті. Басындағы қыз қашуға керек аттар мен заттарын бәрін өзі дайындайтын болып уәделесті. Жұрт көзіне көрініп қалмас үшін бұдан былай қарай кездеспейтін болды. Тек сағынған көңілді басу үшін Құндыз анда-санда салынып жатқан мешітке келіп бір көрініп кетуге сөз берді. Осы уәдесін орындауға келе жатқанда хан бағана Құндызды көрген. Өз ортасына келген хан алтын тағында жападан-жалғыз ұзақ отырды. Не істеу керек? Ханды алдап зымиян бұрындық өз ойын осылай өткізбекші болған. Бұны мұсылман қауымның алдында мазақ етпек. Бірақ салып жатқан мешіті тамаша ғой. Суреттің өзі қандай керемет. Адам көзін ала алар емес. Мүмкін өзгелер ол суретті көрген емес, аңғармас. Жұрттың бәрі мен тұрған жерге бара бере ме? Әлде сол қабырғаны қырғызып тастап, қайта шекелетсем бе екен? Жоқ. Сол мен тұрған жерге бірден қойғызып кісісі бара алмайтын еткен жөн бе? Бірақ ол айлалы шебердің суреті жұрт көретін тағы бөтен қулығын жоқ екенін кім біледі? Берке сұп-сұр боп әлі отыр. Ақыры қабырғаны қыдырып тастап қайтадан салды дұрыс көрді. Бірақ суретті қимады. Шынында да бұл керемет дүние еді. Адам көзі қиып қырғызар емес керемет. Қыздың өзі де әдемі екен, деді Берке. Бағынағы жорға мінген қырмызыны кенет көз алдына қайта елестетіп. Ал суреті? Бірақ румдық шебер оның суретін неге салды? Ұзын сары төлеңгіт бағана бір сұмдықтың шетін су жыланның басындай қылтитып қойып еді ғой. Әлде сол сөз рас па? Беркенің жүрегі кенет удай ашып кетті. Жорғадағы қызға хан да құмартып қалған. Мешіт құрылысына бармай-ақ ол қызды нөкерлеріне таптырып алатын еді. Тек Новгородтың князінің туысы айттырып қойған дегеннен
Кейін өзін-өзі әзер басқан. Басылды деу де қиын еді. Өйткені қызығу дегенде қызғану тәрізді өткір кездік қой. Хан жүрегін түбінде текке жата беруі екі талай дүние. Қызды көз алдына елестетіп еді, жүрек одан сайын ашып алай-түлей болып қалды. Өз басына ерігі жетпей тұрып, есірей құлын періште қыз несін алған әлде қабылдау бөлмесіндегі нөкерлерін үрейін ұшыра, қолындағы күміс қоңырауын шырылдата қақты. Үйге кірген түленген жүзбасы сәлімгерейге: «Маған мисри шебер қолыманды алып келіңдер» деді. Жалаңаш қылыштан жалақтатқан үш жендет ауыр шынжырын шындырлата азаматта қоломанды жеткізді. Берке есірей шебермен жалғыз қалды. «Ал сөйле», деді хан. «Не жайында, Берке хан? Мешітті қашан бітіресің?» «Күзге дедім ғой, Берке хан». «Жақсы», деді Берке даусын созып. «Ана қыздың суретін неге салдың?» «Мен оған ғашықпын». «Қыз ше?» «О да маған ғашық, Берке хан». Берке жарылып кетуге даяр. «Сен кәпірсің, ал қыздың мұсылман екенін білмейсің бе?» «Бұны білемін», деді Құлыман. «Бірақ екі адам бір-бірін жақсы көрсе, оған дін де бөгет бола алмайды. Ең ұлы дін — махаббат». «Жақсы», деді аппақ қағаздай боп бетінен қаны әбден қашып кеткен Берке. Құлыман енді бір сөз айтса, әйгілі қояншығы ұстауға дайын тұр. Онда Берке бұл жолда өзін-өзі ұстап қалды. Мешіт тәрізді мұсылман ғибадатханасына сурет салуға болмайтынын біле тұра, сен қыздың бейнесін неге мешіттің қабырғасына түсірдің? «Айттым ғой, ғашықпын» деп. Қызға өз жүрегімнің сырын жеткізетін бөтен жолым қалмады. Ол мен жай айтқан сөзіме түсінбеді. Түсінсе де түсінгісі келмеді. Қорқа берді. Сосын мешіт қабырғасына салған өз суретін көргеннен кейін ол мені ұқты. Мұндай сурет үшін менің басымнан кететін ол жақсы біледі. Соған қарамай мен оның бейнесін түсірдім. Және мұсылман ғибадатханасының қабырғасына оған деген махаббатымның, өзімнің жанымның да қадірлі көрсетінімді құнды соқты. Айтқаныма көнді. Ұстауы таяу қалған ұстамасының белгісі көрінді. Беркенің екі езуінде көбік пайда болып, қысық көздері тіпті жұмылып кетті. Көнді? Иә, мәңгілік менікі болуға көнді. Құлыман кенет тізесі бүкті. Жаралғалы Берке хан, өзімді өзім қорлап көрген жоқ едім. Махаббатым үшін алтын орда хан алдында тізе бүгіп отырмын. Сізден жалғыз ғана өтінішім бар. Маған бостандықты бермеңіз. Өмір бойы осылай шынжырлап құлыңыз етіп ұстаңыз. Бір мешіт емес 1000 мешіт салдырдыңыз. Тек құндызға қосылуға рұқсат етіңіз. Берке қолын беліндегі қылышына апара берді. Оған қыз көне ме? Көнеді. Ұлы мәртебелі хан, сізден о да осыны тілейді. Сонда мешітті салып бітіресің ғой? Бітірем, Берке хан. Ханның жүзінде кенет бір орасан шаттық пайда болды. Ол дереу күміс қоңырауын тағы шылдырлатқан кезде үйге сәлімгерей кірді. Құлыман шебермен уәделестік, деді хан күлімсірегендей ишарат білдіріп. Оның жұқа еріндері езуіне қарай созылғанмен, бірақ көздері күлмеді. Мен бұған азбасша елдің қызын қосатын болдым. Сол үшін бұл күзге дейін мешітімді бітіріп береді. Хан Құлыманға қарады. Солай ма, есірей шебер? Солай. Ал енді менің үкімімді есті, деді кенет қайтадан сұрлана қалып. Ғибадатхананың қабырғасына сурет салған үшін 100 дүре соғылсын. Мұсылман қызына үйленгісі келген үшін ат етіп тартылсын. Және әлгі қызбен бүкіл құлдардың алдында орындалсын. Сонсын уәдем бойынша қыз бұған қосылсын. Құлыман айқайлап жіберді. Одан да мен осы арада ана қылышыңмен шауып таста деп жалынғандай. Жоқ, болмайды, деді. Хан, сен маған ана мешітті бітіру үшін керексің. Қаланың 5 алаңы, майданхананың 4 жағынан бірдей тұрғызылатын шынжыршысы бар 10 мыңға жуық есірей құлдар. Бұлардың алды-артында қылыштарын жалаңдатқан 200-ге жуық төлеңгіт жауынгер. Көк темір қару-жарақты астарында қарсы келгенді таппай кетер. Жал құйрығы төгілген кілең жүйрік. Ортада дарға қасындағы сәкіде 4 төлеңгіт жігіт сенделі Құлыманды қоршап тұр. Жалаңаш қылыштар от сәулесімен ойнап жарқ-жұрқ етеді. Дарға мен сәкінің 4 бұрышынан от жанып жатыр. Жарығы молая түссін деп 4 адам отқа үсті-үстіне жарылған ағаштарды тастап тұр. От жалыны кісі бойындай көтерілген. Түн тастай қараңғы. Ең тірескен құлдардың да түрлері түн қараңғыстай үрейлі сұсты. Сәкінің бір бұрышында хан жарғышысы, екінші бұрышында 2 жендет 2 жанын ұстаған құндыз. Түсі аппақ бордай, көзі жұмулы, тарқатылып кеткен ұзын шашы
арқасымен жерді жапқан қара шапан тәрізді. Тыңдаңдар, тыңдаңдар, деді кенет гүрілдей сөйлеп моңғол түстес еңгезердер хан жаршысы. Алтын Орданың ұлы мәртебелі Берке ханның жарлығы бойынша Есірей құл мұсылман мешітінің қабырғасына сурет салған үшін көк шыбықпен 100 мәртебе дүреленуге жазаланды. Жарғышы сәкінің ортасында тұрған түлкі тымақты төлеңгітке қарады. Сірә ол жендеттердің үлкені болуы керек, кірісіңдер. 4 жендет әп-сәтте қоламында сәкі үстіне шығып салды да екеуден 2 шананы тұра қалып жерде жатқан көк шыбықтың екеуінің қолдарына алды. Түлкі тымақ сынай бастады. 1, 2, 3, 4. Құлдардың қара түндей қас-қабақтары түйіліп кеткен. Жауар бұлттай үн-түнсіз түнеріп тұр. Тек ысылдаған көк шыбықтың дауысы ғана естіледі. Әрі-беріден кейін жоғары көтерілген шыбықтан төмен қарай тамшылаған қан көрінді. От сәулесі де қып-қызыл, тамшылаған қандай қып-қызыл. Түнерген құлдар алға қарай сәл қозғала түскендей. Дүре саны 50-ден асып кеткенде, аясындар шымбұлатақты шебер құлымын ғой, ағатайлар деген шыңғырған әйел даусы шықты. Бұл ақылынан адасуға аз ақылған құндыздың даусы еді. Түнерген топ селк ете қалды, бірақ қозғалған жоқ. Тек бұрынғыдан да түнере түсті. Тістеніп алған құлымын үнін шығармады. Көк шыбықтың әр дыбысы шаққалы келе жатқан у-жыланның ысылындай үрейді алған 100 дүре де бітті. Арқасын еті қып-қызыл қан пара-пар болған құлымынды жендеттер тік көтеріп жерге қойды. Тыңдаңдар, тыңдаңдар, деді тағы сұмырай дауысы жарғышы. Алтын Орда ұлы мәртебелі Берке хан жарлығы бойынша Есірей кәпір құлымының мұсылман діндегі қыпшақ қызы құндызды қатын етіп алуды ойлаған күнәсі үшін инақ етіп тартылсын. Ол тағы түлкі тымақ жендетке қарады. Кірісіңдер. Дәл осы сәтте қолында өткір пышағы бар ақ сәлдемелі молда сәкіге шықты. Құлдың шалбарын шешіп шалқасына жатқызыңдар да жан-жағынан басып тұрыңдар, деді. Құндыз көзін тастай жұмып төмен қарап қатты да қалды. Түлкі тымақ ақырғы жіберді. Көтеріңдер басын, анасы салдақының, деді ол жігіттерге. Көрсін тием деген байының қалай әтек болғанын. Дәл осы кезде құлдардың бір шетінде тұрған қара киімді біреудің айбарлы үні шықты. Ау, халайық, бұл неткен қорлық, деді ол, дабыл ұрғандай айқайлап. Арашы түсейік, досымызды масқара еткіздірмейік. Ол сәлім керек еді. Сол-ақ екен, құлдар дүрліге қалды. Тимеңдер Қоломонға, өлейік, бүйтіп өмір сүргенше босатыңдар Қоломонды. Құлдар алға қарай қозғалды. Қайтыңдар, кейін шауып түсіремін деген жендеттерінде дауыс шықты. Бірақ ашулы топ алдарындағы атты төлеңгіттерді сырып алға қарай жүре түсті. Осы кезде әлдекімнің ойбай, өлдім деген ащы даусы шықты. Сөйткенше болған жоқ, өлтірді, шауып тастады, деді үрейленген екінші дауыс. Сол-ақ екен, босады өледі екенсіз. Ұмтыл, қират бәрін, аянба. Ең болмаса жастығымызды ала өлейік деген дауыстар қаптап кетті. Құлдар жолдағы атты жендеттерді жапырай ат-маттымен құлата алға қарай лап қойды. Көтеріліс 3 күнге созылды. Берке сол күні түнде қала Сарай Батудағы Ноғайдың қарамағындағы әскердің бір қосынын шақыртты. Бұлар ереуілшілерді қырып салды. Тең жартысын майданда қаза етті. Қалғандардың жаралысы бар, басқа жағдайда қолға түскендері бар. Көтеріліс басылған күннің ертеңіне қала сыртына айдап шығып, тал түсте қанішілер аттарына бастыртып, қылыштармен шауып, бірін қалдырмай қан-жоса етіп қырды. Көтерілісшілер де ұпайын жіберген жоқ. Өздерін қоршаған 200 төлеңгітті сол алғашқы көтерілген шақтарында құртып жіберген. Кісенсіздері солардың аттарына мініп қару-жарақтарына алып, қалаға Сарай Батудан Ноғай қосынан келгенше көбі қол-аяқтарындағы кісендерден бірін-бірі босатып үлгерген. Әскер келгенде бір қалмай қатар тұрып айқасқа түскен. Өздері салып жатқан мешіттің дымын қалдырмай қиратып, соның тасын қышын жауларына лақтырған. Ал кейбір ержүрек қуаттылары үй шым аулалары тасалай келіп аттылы әскердің үстіне атылған. Бірақ қару-жарақ жоқ, бар болғаны 500-дей атқа мінген шала қарулы жігіттері бар. Басшысы боп сапқа тұрып қарсыласа алмаған құл есірейлер үсті-басы көк темір аттылы әскерге не істей алсын, ақыры жеңілген. Демек, жеңілсе де Алтын Орданың іргесін бір сол құлдатқан.
Берке ханды да тәубесіне бір келтірген. Осы зәресі ұшқан қанды түнде Берке де халық деген не екенін түсінген. Ал есірей құлдар болса, егер бәрі жиналып бас қоса алса, айбарлы алтын орданы еш уақытта жеңілуді білмеген осындарды быт-шыт етуге болатынын ұққан. Қозғалыс бітіп хан уф деп өз тағына отырғаннан кейін тірі болса, өзін егер өлген болса басын алып келіңдер деп жасақтарын Қоломонды іздеуге жіберген. Жасақтар қан сасыған кешегі ұрыс өткен жерлерді аралап және қойылуға дайындалып жатқан өліктерін тау-таутеңдерін тексеріп Қоломонды таба алмай келген. Сондай-ақ құндызды алып кел деп жіберген Сәлімгерей де жігіттермен бос қол қайтқан. Шешесі де құндыздың өзі де ұшты келе жоқ деген ханға. Ал бұл кезде Сәлімгерейдің арқасында құтылған Қоломон мен құндыз қастарда құндыздың шешесі мен 20 шақты жаралы серіктері бар тоғай ормандарды тасалап Тан өзеніне қарай қашқан. Бірталай жауынгерлері шығын болып, өзі де әбден шошынып қалған Берке тек бір-ақ нәрсені әдетке қуат етті. Оның қос аққуы ешкім тимей бұл қырғаннан да аман қалған.